Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қысқа арналған 100% табиғи өрік шырын жабу жолын көрсететін боламын. Ең бастысы таза табиғи жолмен жабылған. Балдарыңызға да өздеріңізге де сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен өріктерімізді жуып тазалап аламыз. Мендегі өріктің килограммы 6 килограмм шықты. Енді ішіндегі дәнектерінен ажыратамыз. Егер сіздердің өріктеріңіз анық түсті мен сияқты болса, сонда сіздердің соттарыңыз да әдемі түс беріп тұрады. Егер өріктеріңіздің ашықтау сет болса, онда сіздердің соттарыңызда ашықтау сет болады. Енді өріктерімізді барлығын тазалап болған соң блендермен немесе мясорубкамен, погружный блендермен өткізіп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай менде осында бір табақ өрік шықты. Енді осы ыдысымызбен 2 есе су құятын боламыз. Енді алдын ала бірінші осымыз суымызбен өрігімізді жақсылап араластырып алыңыздар. Араластырып болған соң енді бұны сүзетін боламыз. Немесе сүзгішке сүзсеңіздер де болады. Мен осындай пияздың қабын 2 қабат қылып сүзетін боламын. Осы ыңғайлы, жақсылап қолыңызбен сығыңыздар түбіне дейін. Ең тәтті жері ол түбінде. Енді осында үлкен ыдысымызға құйып қайнататын боламыз. Қайнаған кезінде, қайнайын деген кезінде осында көпіргін міндетті түрде алып тастаңыздар. Енді бұл жерде соктың қоюлығын өздеріңіз бақылайсыздар. Егер сіздерге қатты қою болып кетсе, үстіне кішкене тағы су құйсаңыздар болады көз мөлшермен. Енді тәттілігіне қарай мен 2 килограмм қантымызды қосып, бір 30 минуттай жақсылап қайнатып аламыз. Қайнап шыққан согымызды стерилленген банкамызға құйып, банкамызды жабамыз. Менде 6 килограмм өріктен 13 литр табиғи өрік шырыны шықты. Енді банкамызға құйып болған соң банкамызды жауып, міндетті түрде тексеріңіздер жақсы жабылғанын. Енді жабылған банкілерімізді бір түнге орап қойыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді, түрлі банк жабу жолдарымды көргілеріңіз келсе, мен каналыма жазылып қойыңыздар. Астындағы тұрған подписаться деген батырманы басып, жанда тұрған қоңырша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видео рецепттерім бірінші болып көресіздер.